Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ өнертапқышы. Грамматикалық тақырыбымыз одағай. Алдымен бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Аңыз ертегі, аймақ, алдын орап әкету, әттеген ай, бәрекелді, бүгінгі таңда, балдай тәтті, енгізу, жөндеп табу, жолықтыру, қап, мәссаған, өңір, алақай. Берілген сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып, оны жаттап алуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар, мағынасы жуық сөздерді сәйкестендіріңіз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Аймақ, өңір, жуық арада, жақында, кездестіру, жолықтыру, балдай тәтті, тәтті, әттеген ай, қап, бәрекелді, ой пәлі, өнім, тауар. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Бұл жердегі бас әріппен беріліп тұрған әттеген ай, қап, бәрекелді, ой пәлі сөздері қандай сөздер екенін білесіз бе? Олай болса, грамматикалық тақырыппен таныс болыңыздар. Одағай дербес мағынасы жоқ адамның көңіл күйін білдіретін немесе жануарларға қаратылып айтылатын сөз. Мысалы, бәрекелді, жоспарды асыра орындапсыздар. Ойпырмай, биыл қыс суық болатын сияқты. Одағай, көңіл күй одағайы, жекіру одағайы, шақыру одағайы болып үшке бөлінеді. Көңіл күй одағайы адамның көңіл күйін білдіретін сөздер. Мысалы, алақай, әттең, бәрекелді. Жекіру одағайы, жекіру, тыйым салу мәнін білдіретін сөздер. Мысалы, тәйт, жә, тек. Шақыру одағайы мал, ит, құсты шақыруға, не қууға байланысты айтылатын сөздер. Мысалы, шөре, шөре, құрау, құрау, көз, көз. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз түсінікті болса, онда екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Одағайларды түріне қарай бөліп жазыңыз. Яғни берілген одағайларды көңіл күй одағайы, жекіру одағайы және шақыру одағайына бөліңіз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Тапсырманы толық әрі дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Үшінші тапсырма, дұрыс нұсқасын қойып, сөйлемді толықтырып жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Мен жұмысқа тағы да кешігіп қалдым-ау, қап, бәрекелді. Тапсырманың барлығын дұрыс орындағаныңызға қуанып тұрмын.
Қой, біреу туралы жаман сөз айтушы болма. Мына қыздың көріктісін пах-пах. Алақай, қар жауды. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді 4-ші тапсырма, сұраққа жауап беріңіз. Сіздің ойыңызша пультті кім ойлап тапқан? Жақсы, олай болса оқылым мәтінімен таныс болыңыздар. Пультті қазақ ойлап тапқан. Демалыс күндері ың-шыңсыз рахаттанып жатып, көгілдір экраннан жақсы бір хабар, кино, концерт көргіңіз келе ме? Қандайда бір спорттық жарыстардың жанкүйері болсаңыз, күндіз-түні теледидар сіздікі деген сөз. Кәдімгі теледидардың пультін қолыңызға қайта-қайта ұстап жатып, осы затты алғаш кім ойлап тапты екен деп ойладыңыз ба? Пультті алғаш қазақ азаматы Шәкен Ниязбеков ойлап тапты дегенге сенесіз бе? Аң-таңсыз ба? Кәдімгі Қазақстан туының авторы Шәкен ағамыз. Ол өткен ғасырдың 60-шы жылдары Санкт-Петербург сурет академиясында оқып жүргенде осы өнер табысымен жұртты таң қалдырған екен. 1964 жылы Чехословакияда өткен өнертапқыштардың халықаралық байқауында ленинградтық студент Шәкен Ниязбеков бас жүлдеге ие болды. Кейін бұл өнер табысы Санкт-Петербургтегі көрмеге қойылды. Бірақ осы дүниесі ізім қайым жоқ болып кетеді. Көп ұзамай ұрлық ашылады. Пультті ұрлаған Жапонияның жансызы ұсталады. Ұрлық үшін кінәлі болған жапондықтар Шәкен Ниязбековке 20 мың рубль төлейді. Ендеше пультті қазақ ойлап тапқан деп мақтанышпен айтуға болады. Оқылым мәтінімен таныстық, ал енді 5-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мәтіннен алынған үзінділер туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жазған пікіріңізді оқыңыз. Өте жақсы. Ал енді сөйлесім тапсырмасы. Егер сіз ғалым болсаңыз, қандай өнер табыс ойлап табар едіңіз? Ғылымға қандай жаңалық керек деп ойлайсыз? Өз ойыңызбен бөлісіңіз. Тамаша. Ал енді үй тапсырмасы. Қазақстандық өнертапқыштар туралы мәлімет жинаңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.